Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге жасөспірімдерге арналған қазақша сериалдардың топтамасын көрсететін боламын. Егер де осындай видеоларды менің арнамда көптеп көргіңіз келсе, онда менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып кетіңіздер. 2019 жылы КТК арнасында жарық көрген қиыншақ сериалы. Махаббат пен сатқындық, достық және қызғаныш ұстарадай өткір сезім. Жасөспірімдер бұның бәрін алғаш рет бастан өткереді. Туындыда түр-әлпеті келіскен Баян мен оның жігіті Дархан билеп төстейтін 10-шы Б сыныбындағы оқиға баяндалады. Сыныпқа жаңа оқушы келгені сол екен, мұндағы жағдай өзгеріп шыға келеді. Қарапайым, әрі білімді, Назерке есімді қызды сыныптастары аяғынан шалуға кіріседі. Ал оларды айдап салатын Баян. Мұның себебі оның жігіті Дархан Назеркеге ғашық болып қалады. Сондықтан ол Назеркеден кек алу үшін түрлі тұзақтар ойлап табады. Егер де бұл сериалдың әрі қарай қалай өрбитін білгіңіз келсе, онда міндетті түрде бұл сериалды көріңіздер. Келесі сүйкімді сторис. Бұл Қазақстандағы ең алғашқы веб-сериалдардың бірі. Мұндағы басты кейіпкер Жұлдыз өмірінің ең қиын шақтарының бірін басынан өткеріп жатты. Оны өзімен бірге жұмыс істейтін жігіті Марат кенеттен тастап кетеді. Бұған Жұлдыз қатты қиналып, өмірге деген құлшынысынан айырылады. Осындай тұста Жұлдыздың бұрынғы сыныптас досы Ілияс Жұлдыз тұрып жатқан Алматы қаласына келіп, өзінің кафесін ашып жатқан болатын. Осылайша олар кенет кафеде кездесіп қалады. Міне осыдан кейін бар оқиға басталады. Ілияс мән-жайды біліп, Жұлдызға көмектесу үшін проект ойлап табады. Оның жоспары бойынша ол Жұлдызға әрбір дүйсенбі сайын сыйлықтар беріп, қыдыртып, Марат көрсін деген оймен Инстаграмға суреттерді салу керек. Ал бұған Марат қалай қарайды екен? Жұлдыз бен Ілиясқа не болады? Оны білу үшін осы сериалды көріңіздер. Бұл телехикая бар болғаны 14 бөлімнен тұрады. Келесі 190 сериалы. Мұнда қарапайым қазақ оқушыларының мектептегі күнделікті өмірі суреттеледі. Мұндағы оқиға 11-ші сыныпқа Марат есімді жас мұғалімнің сынып жетекші болып келуімен басталады. 11-ші Б сыныбы өте тәртіпсіз, бұзық сынып болатын. Бұл сыныптан сіз хакерді де, Инстаграм блогершілерді де, оқымыстыны да, ғашық жұптарды да, бұзақы балаларды да табаласыздар. Егер олардың өмірі қызық болса, міндетті түрде осы сериалды көріңіздер. Мүмкін өзіңізді тауып қаларсыз. Келесі тағы да сүй мелодрамасы. Бұндағы басты кейіпкер Аян, жасы 25-ке жаңа шыққан сымбатты, білімді жігіт. Әкесі жарнама агенттігінің басшысы, бизнесмен. Анасы флорист. Сүйген қызы Асыл 2 жыл бұрын жол апатынан қайтыс болып, басты кейіпкер күйзеліске ұшыраған. Оған қоса кезінде Асылды жетім қыз деп қабылдағысы келмеген, әкесімен қарым-қатынасы да өте нашар. Асыл көбелектерді қатты жақсы көретін. Сол себепті Аян сүйгенінің тағдырын көбелектің қысқа ғұмырына теңеп, мойын сұнуға мәжбүр болады. Уақыт өте келе жан жарасынан арылған ол Мели деген арумен бас қосады. Бірақ оған деген тағдырдың сыйы таусылмапты. Аян Асылды қайта жолықтырады. Осылай оқиға шиеленісе түседі. Осыдан кейін Аянның жасайтын қадамын білгіңіз келсе, онда осы сериалды міндетті түрде көріңіз. Махаббат батылымда жетпеді, жақындауға бұл түні аян қажетсің маған. Келесі 200 телехикаясы. Мұндағы оқиға Дәулет есімді актер жігіттің өмірімен басталып, компаниядағы жұмысымен өрбейді. Дәулеттің әкесі бизнесмен, жас кезінде оны анасымен бірге тастап кетіп, басқа әйелге үйленіп отбасын құрған.
Міне, сол әкесі бизнестегі қақтығыстар кесірінен ауруханаға түседі. Ол осы мәселелерді шешу үшін әкесінің компаниясына өтірік қызметкер болып жұмысқа тұрады. Егер осы оқиғаның соңы немен аяқталғанын білгіңіз келсе, онда осы телесериалды көруді ұсынамын. Міне достар, бүгінгі видеомыз өзінің мәресіне жетті. Егер де менің бұл жасаған топтамаларым сіздерге ұнаған болса, онда осы видеоға лайк басып, және де менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Менің видеомды тамашалағандарыңызға көп-көп рахмет.